Негізі сценарийға көмектескен мына жас бала ғой. Жақсы болып жатыр деп бәрі сөйтіп жатыр. Идея сізден жақсы болып жатыр. Ал енді тағы да жаңа идеялардан болса, бәріміз тыңдап, қайттан басқаша ойнап бере береміз. Жақсы болады. Жоқ, көке, идея болғанда бұл Шаншар театрының ең қызық жері баяғыда Жүсіп көке екеулеріңіздің ойнайтын жеке орындауларыңыз бар еді. Жеке ойындарыңыз бар еді, көке. Не бір қызықты интермедияларыңыз бар еді. Соны көрген кезде халықта қыран топан күлкі болатын. Е? Енді көке, мен айтқым кеп атқаны, сол сәтті біз сағындық, көке. Жалғыз біз емес, көрермендер де сағынып отыр. Міне. Бәріміз сағындық. Е? Неге бүгінгі концертте екеулеріңіз бірге ойнамасқа? Е? Кім? Сіздер екеулеріңіз да? Жүсіппен ба? Айналайын, мына бала жақсы бала екен, неге жақсы бала екен? Мен енді баяғыда ойнағандарды көрсем, қазір өкінем. Өкінбе несі? Ұялам, позор. Мына кісімен ойнап, негізі қазір ойнамайым деп шешкем мен. Өйткені бұл кісінің дәрежесі менен төмен. Біліп алыңдар соны. Мен оққан адаммын ғой. Оқыған ғой? Менің білімім үлкен адаммын мен. Рас. Кейін кезде ананы көріп, ұялып, сота айып етпеңіз, мен бұл кісімен ойнамайым деп шешкем. Иә, кім? Мынау оқыған ба? Мен оқыған ғой, мен. Бұл Жүсіп, мен енді шынымды айтайын, педучилищеден құлаған адам. Педучилище деген пед колледж ғой қазір. Пед колледжден адам құлай ма? Мына қарасаңызшы. Иә? Мен соны түсініп құлағамды, адам тәрбиелеу оңай емес. Ең бірінші мәселе адам тәрбиелеу біздің елімізде, қазақта әсіресе. Сондықтан да мен адамды өзім бала шағамды зорға тәрбиелеймін. Мен бүткіл елді, халықтың балаларын тәрбиелемейін. Мен өзім құлайын деп құлап қойғам. Жоқ, құлаған жоқсыз ғана. 242 қате шықты дейді ғой. Бұл Қазақстанда ешкімде ондай қате болмаған. Өзім істедім ғой соны, өзім істедім. Мені көрме, білімсіздігіңді мойындадың. Жоқ, мен басқа оқымады дейсің бе? Мен оны оқымайым деп шешіп, мен басқа оқу... Мен культ проспекті оқығам мен. Жоқ, түсінбей қалдым. Қандай культ? Культ проспекті деген оқуда оқығам мен. Міне, оның атын білмейді. Проспекті емес, просвет дейді. Мәдени ағарту техникумы. Одан да балы жетпеген. Өткізген экзамендардан балы жетпей құлаған, сосын бұл жатып жылаған. Сосын ана мұғалімдер жаны ашып кетіп, айналайын. 7 сайда ғой енді. Ертең ана мақта терімге келгенде кейбір балдар келмей қалады. Резервте тұр деп резервке қойған. Сөйтіп тұрған уақытта мақта терімде 2 қыз бірден байға тиіп кетіп, соның орнына қабылданған ғой мінекей. Бұл өз біліммен нағма. Құдай бұйырып тұр да, бұйырып тұр да, Құдай бұйырып тұр да сол. Қой. Бірақ мен ниетім тұра да, ниетім тұра. Ниетім. Ниетім тұра болғанша, осында оқыдым, бәрібір оқыдым ғой енді соны. Ниет тұра болғанша. Құдай ниетіңді тұра қалса, бәрібір тұра жолға салып береді өзі. Қойыңызшы. Ол ешкімнің кетті кен. Одан да үлкен оқуларда оқығанымды айтпайсың ба? Әуезовті оқығам ғой мен. Иә. Шымкентте Мұхтар Әуезов университетін оқыған ғой. Айтыңдаршы, айтыңдаршы. Оқыған. Білем, сырттай оққан бұл. Онда да жақында шал болғаннан кейін, жақында 50-ден асқаннан кейін оқыған. Мейлі ғой, білімді 90-ға дейін іздей беру керек ғой. Жоқ, сырттай оққанда мына қызықты қараңыз. Мұғалімдерін танымайды. Диплом алатын кезде сөйтсе, анау Болат бар ғой. Екеуі бір курста оқыған екен ғой. Дипломда бар бір-бірін көрген ғой. Бірге оқыдың ба? Әлі сұрап жүр. Әлі білмейді. Мен білімге қатты беріліп кеткем де мен. Ой! Кітапқа беріліп кеткем де. Сен беріліп кетсең білағыш, ал Мұхтар Әуезов атына университетті оқыған екенсің. Сен жалпы Мұхтар Әуезовтың өзінің Қаралы сұлу повесін оқыдың ба? Кім дейді? Қаралы сұлу. Жоқ, оқымады. Қалай оқимын? Қалай ойнаймын? Ұят болады бұл. Не керек ол? Сен онда нені оқыдың ба анау? Кімді? Нені да анау? Нені? Станиславскийді. Танымаймын ондай адам. Кетей мына. Мен осымен ойнайын ба сонда? Мен бұнымен ойнамайым мен. Ойнамайым. Сонда ештеңе оқымаған ба бұл кісі? Бұл оқымағанда мен білетін болсам,
Жүсіп негізі айтайын енді. Бір кітапты до конца оқымаған адам. Талай кітап әпердім. До конца оқи алмайды. 4 беті бар кітап әперіп бірінші бетінен ұйықтап қала берді ғой. Оқымаған. Оқығамын. Қандай кітап оқы? Оқығамын. До конца оқыдың ба? Оқығамын енді қойшы. Қандай кітап до конца оқыдың? Ой, бұлда. Әліппен оқығам мен. Әліппен оқысаң болды ғой, басқасын бәрін біле бересің ғой. Елдің бәрі әліппен оқысаң. Мен әліппенің бас аяғына дейін оқып шыққан адаммын мен негізі. Білімділігімнің арқасында әліппенің бас аяғына дейін оқып шыққан адаммын. Адам бастап юға дейін оқығам. Ю емес, ядан бітеді ғой ол. Оны ағайдың өзі айтқан бізге, я дегенді оқымай-ақ қойыңдар. Өзі и, а деген әріппен ғой, соны білсеңдер болды деген. Ұстатпайды ау. Сол. Енді уәке, бұл кісі оқымаса да Құдайдың берген бір табиғи дарын, таланты бар. Өнерін бүкіл ел сыйлайды бұл кісінің, ше? Міне қараңызшы. Не істейін, не? Бір мүмкіндік беріңізші, бір мүмкіндік, бір талант. Болды, онда былай істейін. Тыңдап тұрыңыздар. Мына халықтың бәрі тыңдасын. Сіздер байқайсыздар ма, Шаншар басталғанда мен құттықтаймын. Мен әңгімемді айтамын бірінші. Өйткені білімім көп адаммын. Рахмет. Зор. Данышпан дейді мені. Данышпан. Мен клишкім данышпан деген. Ғұлама дегенде екінші клишкім бар. Ал енді бұған берейін қазір. Ал құттықта. Көре алмай тұрсың ғой, енді құттықта. Ал, тыңда. Не айтамын мен? Осы кезде ма? Енді мен құттықтағанда мен айта берем ғой мен. Не айтамын? Білім болмас. Өлбек сияқты мен енді бет алып әшейін бетеп айта бермеймін. Мен жандырып айтамын да, жандырып. Бүйтіп айтамын. Айтса енді. Бір тойымның болары сөзсіз менің. Бірақ дәл қай күн екенін айта алмаймын. Оха. Бірақ, ешкімді де билетпей қайтармаймын. Болды. Жақсы. Болды. Қой, ят болды. Жұрт бәрі басында шапалақ ұрып. Сен жандырады екен деп қабет, шапалақ ұрып отырады аяқ жағында. Мен тақпаққа билеген адамды бірінші рет көрдім. Тебіреніп кетсең термеге де билеуге болады. Қой. Одан кейін мына өлеңді баяғыда 1980 жылдары жас менен келіп тамада болсам қандай өлең айтуға болады, қандай өлең дегенде Төлеген Айбергеновтің осы бір тойым бар деген өлеңін берген. Соның өзін дұрыс айтпады жаңа, байқадыңдар ма? Иә, байқадым. Өлең жаттап, не қылған адам емес. Білгеніме рахмет айт. Дұрысты айтпадың ғой сен. Айтып жатырмын, басқа не айтпайсың, бәрін айтып жатырмын. Сен оны тойда айтатын өлең ғой, концертте айта ма осыны? Осы ел жұрттың бәрі осы жерге келгеннің өзі той біз үшін. Тойдан да артық адамдар келіп тұрған жоқ осы жерге. Енді бұл кісілер енді сені сыйлағана шапалақ ұрып жатыр негізінде. Бір ырза болып ұрып жатқан жоқ. Ұрғандардың біразы бүйтіп отыр. Сен бер қарасай. Жаңалықты қосып, мен жаңағыда қандай әдемі айттым. Жаңа Қазақстан туралы айтып бердім. Сен жаңа Қазақстанды қосып айтсай? Иә. Дұрыс па? Дұрыс, әдемі. Міне қара, мағырым. Сайлауды қосайын ба? Жоқ. Жаңа Қазақстан туралы. Айта берем ба? Жандырып айтам. Сәлем. Қолымда тұрған телефон арқылы айына 1000-2000 доллар көлемінде қаржы тапқың келе ма? Ендеше Binance приложениесі арқылы күніне 15-20 мың теңге көлемінде ақша табу оп-оңай. Қызық па? Ендеше төменде тұрған Telegram каналымызға қосылып, толық ақпарат алыңыздар. Жасасын жаңа Қазақстан! Әдемі. Да здравствует новый Казахстан! Ура! Hello, Қазақстан! Не деді? Не дедім? Шетелшеде айтып жердім де, білімділігімнің арқасында. Қандай шетелші? Ағылшынша айттым ғой, жасасын жаңа. Жаңа Қазақстан деп атсың ба? Жаңа, жасасын. Ол қалау демейді ғой, қалау, ну демейді. Әлеу деймін, не дейді? Айтып берейін сізге. Ана жұрттың бәрі күліп жатыр. Мына түк білмейді екен.
Hello new осылай айтылады. Сен не дейді сен соны жұртқа әдемілеп айтып бер. Бүйтіп айт. Hello new айт. осындай. Сен айтсайын соны. Айтты ғой сен айтқаның, не менің айтқаным, осы жұртқа әйтеуір айтып шықсақ болды емес пе әйтеуір. Ел риза болса болды ғой, әйтеуір. Түсінсе болды ғой, түсінсе болды. Бір-бірімізді түсіндік па? Бай, сен өзіңнің оқымағаныңды, мақау екеніңді білдіріп қоймасай, ең болмаса осы екі сөзді айтшы. Hello new деш. Why you? Снимик, рекзай. Şimdi fon, o vides. Айтайын, фойдес. Деп айтқам мен. Кімге, қашан? Осыдан 30 жыл бұрын, 25 жыл бұрын, 30 жыл бұрын шетелден қонақтар келген кезде. Кімде тұрсыңдар сендер мені? Ол кезде біз жас едік. Өлібек те жас еді, мен де жас едім. Ай, ол кезде сұлу едік қой, сұлу едік қой. Қазір вообще қатты сұлумыз ғой. Біріміз таспас, біріміз тазбас дегендей. Әшейін айтып отырмын. Міне, Өлібектің басында ол кезде қою қара шаштары болатын ғой. Мынандай міне. Иксі, міне. Жас кезде міне ұқсап қалды міне. Қою қара шаштарың, қиылған қара қастарың дегендей. Рахмет. Ол кезде өзімнің білімділігімнің арқасында, шет тілін білетіндігімнің арқасында, шетелден келген қонақтарды өзім қарсы алып, өзім шығарып салады едім ғой мен. Қымбатты шетелдік қонақтар. Дейтінмін мен, бітетінмін. Қымбатты шетелдік қонақтар. Қараңыздаршы, туған жердің табиғатын біздің қазақ елдің шың басында созылған Алатау. Аппақ қар басында қараңыз, көрдіңіздер ма? Міне. Төбесінде ешек жүр, ешек. Ешек емес, арқар ол. Қардың басында ешек жүр ме, арқар жүреді. Арқар ма? Арқар. Ешек сияқты. Төбеден төменге қарай созылып жатқан, тізіліп жатқан шыршаларды байқадыңыздар ма? Орман тоғай, сылдырлап аққан бұлақтар, етегінде өсіп тұрған қызғалдақ, сарғалдақтар қандай әдемі. Ей, Жылма! Миллион теңге сұрап тұр өзім, Жылма. Ал енді, мына бетімізге қарасаңыз, сарыарқа, сардала, бетпақтала, қызыл құм. Еліміздің, жеріміздің, біздің. Мына суық қой. Суық па? Онда бұлай қарай жүріңіздер. Сөйтейікші. Міне, мына бетіне қарасаңыздар, қараңыздар, жүгіріп жүріңіздер. Біздің жеріміз шексіз. Ана бетіне, мына бетіне де жүгіріп жете алмайсың. Өзен көлдер қандай әдемі. Толқыған теңіздер қандай әдемі. Толқыған? Ешек пе тоңқитын толқыған деп жатырмын. Теңіз деп жатырмын. Не қойды? Толқыған теңіздер толқыған ба? қандай әдемі. Ал мына бетіне қарасаңыздар. Осыны көріп жаным келеді де бір. Қарап қалсам. Ашуым келеді де бір. Шетелдік қонақтарды елмен, жермен, туғанмен, туысқанмен таныстырып жүрген кезде бұл байқұс білімсіздігінің арқасында сүмірейіп, сөмпиіп, жалғыз өзі тұратын еді ғой. Оқы дедім саған. Оқы! Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ дедім саған. Не болдың ал? Ей, ақымақ десе. Шетелдік қонақтар келіп қалыпты біздің елімізге. Француз ағайындар, міне. Bonjour, monsieur. Mesdames et messieurs, je vous aime tous.
қонақтардың арасында итальяндықтар да бар екен. Итальян? Иә, итальяндықтар да бар екен. Сеньорите. Си. Бір ауыз сөзімен түсіндіріп көрдің бе? Си деп жатыр маған, естің бе? Енді сөйтпейсіз ба? Қайтпейсің бе? Си деп жатырған туалеттің астында бар. Ей, ақымақ, кеш. Ей, си деген итальянша я деген сөз білдің бе? Мен сені түсініп тұрмын, біз сіздер түсініп тұрмын. Я деп жатыр. Ақымақ, кешші мына микрофонды ұстап тұр мені. Ана қымбатты қонақтарға бірдеңе сыйлық па, бірдеңе жасап бермесем, тоқтай тұр қазір. Ана қызға ма? Сеньорити. О, міне. О. Өстен ма бұлар? Vengo quando qui un vecchio vaso sulla TV un lugar primo donde il cantero tu che c'è rosse camionere Ho un filtro contro la gelosia, una ricerca per la regri, leggi il destino ma nelle stelle, e poi ti dice solo la cosa bella, mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria, Tazbas. Kim sаған гитара тат деді? Біреу саған гитара тат деді ма? Қазақ емессің бе? Шетелден қонақтар келген кезде домбырамен тартпайсың ба? Қайда гитарамен тарт деймін сома сен. Домбыра қайда? Хоп! Рахмет. Бара беріңіздер, рахмет. Біз ана Жүсіп екеуміз шалысып кеттіңдер ме? Операторлар да айтады. Жүсіп екеуміз әзілдестік. Түсіндіңіздер ме? Біз өкпелеген жоқпыз. Риза болдық. Ал енді осының алдындағы қойылым, бұдан кейінгі қойылымдарда бір әңгімелеріміз сіздерге тиіп кетсе, сіздер ренжімеңіздер. Өткен жаңа бір әңгімелерімізде ренжіп бір адамдар айтып жатыр дейді. Телефон соғып жатыр дейді. Бұны қалжың деп түсініңіз. Жарай ма? Қалжыңдасып тұрайық бір-бірімізбен. Әңгіме қылып тұрайық. Күндеріңіз көңілді өтсін. Рахмет сіздерге. Түсініңіздер. Рахмет. Нұрланды сағынғаны кесіздер. Оны жаңа шапалақтарыңыздан сездік. Рахмет. Мен бірақ бір нәрсені айтуға шығып отырмын негізінде. Бір адамдар соткөге түсіріп жатыр да. Кешіріңіз. Біз сіздерге бетпе-бет келіп отырмыз да қазір. Жаңа ана жерде тұрсақ, бір-екі келіншек келіп, тұра бетке қарап сөйлейді екен өзі. Деді бізді. Жүсіп екеуміз ұстап алып. Тірідей көрдік қой, тірідей көрдік. Сосын мен Жүсіпке айттым, мен саған айтайын, біз өлген адамымыз негізінде деймін. Ал енді біз тірідей келгеннен кейін бар ғой, сотқа түсірмей-ақ қойыңыздаршы оны. Мақұл ма? Келсейік сөйтіп. Мен қазір, мынау басында соткының шыққанына мен қуанғам. Информация бәрі қабылданатын болды ғой деп. Сөйтсем бұл деген сұмдық нәрсе екен.
ой, нервіміз көтеріліп кетеді. Мен нервім көтеріліп кетеді осы сот күні көрсем. Баяғыда әжем айтып еді, ақыр заман болады, ақыр заманның бір көзде дию түседі, сол көзде байы қатыннан безеді, бала анадан безеді деген. Бір аспаннан сондай дию түседі екен деп ойласам, сөйтсем сол дию осы телефон екен. Бір көз ба? Соған қарап отырмыз ба? Міне, бай қатыннан безеді деген мынау екен ғой енді. Енді біздің де қатынымыз бар ғой үйде. Осы жерде қатыны барларға айтып айтырмын да қазір. Концерт бітеді, үйіңе барасың ғой, жатасың ғой, ашетін айта берейін енді. Жатасың. Бір көзді диюға қарайсың. Жатасың, сол жағында қатының жатады. Бірақ сен оң жағында сотқа. Ана бір көзді диюға қарап жатасың да. Соның ішіндегілерге қарап, ана сол жағында бір кісі жатады. Үміті бар. Деп, ұйықтамайды ол. Ал сен мұна оң жақта жатасың. Ортасында анда-санда ана кісі деп қояды. Адам бар екенін білсін деп жатыр да ол. Сен мұны ұйықтасың әлі. Күліп жатыр, сондай балдар бар ау деймін де ішінде. Сосын бір кезде ана кісі енді ода ұйықтау керек қой енді. Дейді. Бұрыласында. Айқайламашы, мен көріп жатырмын мына жақта. Мешайт етпе дейді, көрдің ба? Мешайт етпе, мынаған қарап отырсың. Сосын ала бергеннен кейін бір кезде мынаның зарядкасы таусылады. Әшейінде шөлдесең қатынды суға жұмсайсың ғой. Әкеші, ал мынаның зарядкасы таусылғанда үйден өзің іздеп удлинительдер тауып алып, жалғап, зарядкасын, устройствоны жалғап, мынаның артынан тығасың, мынаны көресің ғой. Ал мына жақта бір кісі зарядкасы жоқ. Жатады да. Егер ол ақша сұраса, ақша бермейсің анағана. Мынаған бересің ғой. Зарядка мынау, ақша мынау. Таң атқанша мынаны қызмет қыласың. Ал таң атқаннан кейін мына жақтағы кісі не зарядкасы жоқ, не ақшасы жоқ. Өліп қойғанда. Бірдеген десің. Ештеңеге зауқы жоқ та, бұны зауқы жоқ. Сондықтан да айналайындар анау телефонды өшіріп тастаңдаршы. Телефон демалсын, сенің басың демалсын. Ақыр заманды шақырмаңдар.